Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге осындай әп-әдемі әрі дәмі өте керемет болып шығатын шырша тортының дайындалу жолын көрсетемін. Дәмі өте керемет болып шығады және дастарханның көркін, яғни ажарын ашып тұрады. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, миксермен араластырып көпіртіп аламыз. Міне біздің жұмыртқалы массамыз осылай болып шығады. Енді оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Және миксермен 1-2 минуттай араластырамыз. Ұнға қопсытқышты салып араластырып аламыз. Және 2-3 ас қасықтан сұйық массамызға салып араластырып қоймалжың қамыр болғанға дейін дайындап аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді бұл қамырды пищевой пленкаға саламыз. Яғни пищевой пленканың аздаған бөлігін кесіп аламыз. Егер сіздерде бұл пленка болмаса, онда целлофанға да салып қойсаңыздар болады. Осы дайын болған қамырымызды пищевой пленканың үстіне саламыз. Енді біздің қамырымыз тым жұмсақ болғандықтан осылай пищевой пленкаға орап, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Сонда біздің қамырымыз кішкене қатайып, жаздыруға ыңғайлы болып, дайын болып шығады. Біздің қамырымыз дайын болғанша, осындай A4 форматындағы шыршаны шығарып алғанмын компьютерден, соны қиып аламыз. Шыршаның көлемін, яғни үлкен кішілігін өз қалауларыңыз бойынша жасап алсаңыздар болады. Міне біздің шырша трафареті дайын, осылай қиып алдым. Енді мұздатқышта қатқан қамырымыздың бір бөлігін аламыз. Аздап оқтаудың көмегімен қалыңдығын 4-5 мм етіп жаздырып аламыз. Тым жұқа етіп алмаңыздар. Осы шырша тортының жазбаша рецептісін осы видеоның астында қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Енді осы жайып алған қамырымыздың үстіне осы шырша трафаретін қоямыз және пышақпен ақырындап кесіп шығамыз. Егер сіздер тура осы рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар, сіздерде орташа 2 торт шығатын болады. Осы шырша тортын 180 градуста 10-15 минуттай пісіреміз. Одан тым көп ұстамау керек пеште. Шеттері қызарса болды, ала берсеңіздер болады. Артылған қамырдан осылай кез келген фигуралардан балаларға печенье жасап берсеңіздер болады.
не болмаса осыны шырша тортының әрлеуі үшін қолдансаңыздар да болады. Кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбелі ірімшік, яғни творожный сыр және қант екеуін ыдысқа салып миксермен араластырамыз. Енді оның үстінен салқын кілегейді құямыз. 33%-дан жоғары болу қажет. Өзінің формасын ұстап тұратын крем болғанға дейін араластырамыз. Міне біздің коржымыз осылай пісіп шығады. Шеттері аздап қызарған. Пеште тым қатты ұстамау қажет. Әйтпесе корждарыңыз қатты болып қалады. Дайын кремді осылай кондитерлік пакетке саламыз. Ешқандай насадкасыз, осылай тура видеода көрсетілгендей етіп, шариктерді шығарып аламыз. Міне осылай шариктерді шығарып алдық. Енді оның үстіне екінші коржды саламыз. Бұның үстіне де тура солай шариктерді шығарып аламыз. Біздің тортымыз 4 корждан тұрады. Қалған кремге мен осындай жасыл түсті пищевой красительді қолданамын. Егер сіздерде мұндай краситель болмаса, ақ түсті креммен де осылай қалай бар солай жасасаңыздар да өте әдемі шығады. Төртінші коржға да осылай шариктарымызды шығарып аламыз. Міне біздің тортымыз дайын болып қалды. Енді торттың әсемдеу жағын өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен осылай шоколадтан жасалған сандарды және түрлі түсті M&M's конфеттерін, яғни осылай қолдандым. Және осылай түрлі түсті, әртүрлі посыпкаларды да қолдансаңыздар болады. Міне біздің жаңа жылдық шырша тортымыз дайын. Осылай әп-әдемі және дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер осы видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Сіздерді алда келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл әрбір отбасыға тек жақсылығымен келсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.